Түркістан облысында әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлары бағалары жыл басынан 97,2%-ді құрап, облыс бағаны тұрақтандыру жұмыстары бойынша өңірлер арасында бірінші орынға шықты. Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлары бағаларын тұрақтандыру арқылы өңірдегі инфляция көрсеткіші төмен деңгейде сақталып келеді. Түркістан әлеуметтік кәсіпкерлік корпорация өкілінің хабарлауынша бағаны тұрақтандыру бойынша делдалдық схемаларды тергеу жөніндегі комиссия белсенді жұмыс істеп жатыр. Комиссияның негізгі қызметіне бағаны негізсіз өсірмеу, сауда үстемесін асырмау, өндірушіден сауда нүктесіне дейінгі баға тізбегін қарау функциялары кіреді. Жыл басынан комиссияның 96 отырысы өткізілді. Бағаны негізсіз өсіру, сауда үстемесін асыру, өнімсіз делдалдарды анықтау бойынша 281 факті қаралып, әкімшілік айыппұл салу үшін тиісті органдарға жолданды. Осы жұмыстардың нәтижесінде баға тұрақты деңгейде сақталып келеді. Жалпы алғанда айналым схемасы, форвардтық келісім шарттар, қоймадағы қорларды есептегенде тұрақтандыру қорында 32 мың тонна азық-түлік қоры бар. Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлары бағаларын тұрақтандыру арқылы өңірдегі инфляция көрсеткіші төмен деңгейде сақталып келеді. 11 айдың қорытындысымен инфляция көрсеткіші 7,6%-ды құрап, бұл көрсеткіш бойынша Түркістан облысы республикада 4-ші орында. Бағаны тұрақтандыру бойынша делдалдық схемаларды тергеу жөніндегі комиссия белсенді жұмыс жасауда. Комиссияның негізгі қызметіне бағаны негізсіз өсірмеу, сауда үстемесін асырмау, өндірушіден сауда нүктесіне дейінгі баға тізбегін қарау функциялары кіреді. Комиссияның құрамында бәсекелестікті қорғау, экономикалық тергеп-тексеру, мемлекеттік кірістер және сауда департаменттері бар. Ауыл шаруашылығы басқармасының мәліметіне сүйенсек, азық-түлік қоры жеткілікті. Сыйымдылығы 4 мың тоннаны құрайтын заманауи қойма толық пайдалануға берілген. Қоймада азық-түлік тауарлары талапқа сәйкес сақталып, сауда орындары мен әлеуметтік дүкендерге тұрақты жөнелтілуде. 2025 жылдың маусымаралық кезеңіне тұрақтандыру қорын көкөніс өнімдерімен қамтамасыз ету үшін 11 тауар өндірушімен 1,1 миллиард теңгеге форвардтық келісім шарттар жасалды. Түркістан облысы әкімінің баспасөз қызметінің көмегімен Әсем Жұмалиева, Гүлмира Саржанова, Ақпарат, Түркістан қаласы.